Баршаңызға қайырлы кеш, ханымдар. Мен өте күшті торт дайындадым. Оның құрамы кәдімгі бисквит, магазиндерде сатылатын торт. Яғни оны сіз сатып алмай-ақ үйде жасасаңыздар болады. Барлығы да өте қолжетімді заттардан тұрады. Бисквитіміздің түрі дәл осындай болып шығады. Барлық жері бірдей, көлемдері және өте ұсақталып кетпейді, және кесілген кезде өте аккуратно болып кесіледі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап көріп шығыңыз және жақындарыңызға жасап беріп, менің видео рецептімен бөлісіңіз. Алдымен біз осылай жұмыртқамыздың сарысы мен ағын бөліп аламыз. Міндетті түрде екеуін екі бөлек құрғақ ыдыстарға салуымыз керек. 6 жұмыртқа кетеді ішіне, және мен описание бөліміне барлығының мөлшерлерін жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап жасаңыздар. Дәл осы мөлшермен жасасаңыздар 21 сантиметрлік торт шығады. Менің бисквитім 20 сантиметр болды, оформлениясымен 21-23-ге барады. Осылай құрғақ ыдысқа бірінші жұмыртқаның ағын алып алып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаның ағын аппақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз, және қатты крем болғанға дейін емес, мөлшері қоюланғанға дейін. Енді құрғақ ыдысымызға жаңағы салып алған жұмыртқамыздың сары уызын саламыз. Және оны да жақсылап миксерлеп, ол да ақ түске енеді. Қантпен қосып, оны да миксерлейміз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп болғаннан кейін осы массамызға біз жылы сүт қосамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек, және мен піскен сүт қостым. Піспеген сүт қосып қателесіп жүрмеңіздер. Және майды да дайындап қою керек. Сұйық май менде пісте май болды. Олардың барлықтарының грамдарының өлшемдерін описание бөліміне қалдырдым. Сол жерден міндетті түрде дәл өлшемдегідей етіп жасасаңыздар, сіздерде барлығы дұрыс шығады. Осылай барлығын миксерлеп аламыз, және үстінен жаңағы жұмыртқаның ақ уызын құямыз. Тағы да миксерлеп, үстінен ұнымызбен разрыхителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын болып қалды. Енді пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. Міндетті түрде қыздырып алу керек. Пеш осы уақытта қызып тұрады, ал біз оған дейін құятын қалыбымызды өлшеп 20 сантиметрге қыстырып қойып, астын фольгамен жауып аламыз. Жақсылап бекітіп алыңыздар, себебі бисквиттің қамыры ағып кетуі мүмкін, өйткені сұйық болғандықтан. Осылай тапанның үстіне бірінші қойып алып, салып алыңыздар, және бисквиттің бәрін құя салмастан оны екі бөлікке бөліп аласыздар. Егер көз өлшемімен өлшей алмасаңыздар, екі ыдысқа құйғандарыңыз дұрыс. Міне 30 минуттан кейін ғана барып пештің аузын ашыңыздар. 30-40 минутта осы бисквит пісіп шығады. Және жаңағыдай зубочисткамен тексеріп алсаңыздар болады, піскен-піспеген. Міндетті түрде барлығын суытып, жақсылап суығаннан кейін ғана қалыптан шешіңіздер. Егер ыстық күйінде шешіп қойсаңыздар, ол төмен түсіп, жіңішке болып қалуы мүмкін. Осылай дәл осылай пышақпен жан-жағының барлығын кесіп, фольгадан босатамыз. Енді бисквиттеріміз өте әдемі болып шықты, екеуі де бірдей болды. Сіз егер жаңағыдай көз мөлшерін білмесеңіз, екі ыдысқа құйып алғаныңыз дұрыс. Енді ішіне жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ керек. Қаймақтың проценті 25% болу керек. Және творожный сыр, сахарная пудра керек. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырғандай миксермен емес, венчикпен немесе вилкамен араластыру керек. Миксермен араластырсаңыз тым сұйық болып кетуі мүмкін. Қаймақ өйткені қатты қою қаймақ емес, қолдың қаймағы болса, ол өте әдемі болып шығады. Менде ол 25% кәдімгі магазиндерде сатылатын қаймақ. Енді бисквиттерімізді суығаннан кейін аударып алып, жақсылап ортасынан кесіп аламыз. Пышағыңыз ұзындау болу керек, ұзындау болмаса қисық кесіп алуыңыз мүмкін. Осылай идеально шыққан бисквитімізді екіге бөліп аламыз. Қараңыздаршы, өте керемет шықты, үгітіліп кетпейді. Кәдімгі пирогтың қамыры емес, қыздар, кәдімгі пирог қой мынау дейтін қыздарға айтарым. Осылай шықты. Кондитерский магазиндердегі торттардың бисквитін осылай жасайды. Мен сіздерге тегін мастер-класспен бөлісіп отырмын. Менің каналымның дамуына үлес қосып, тіркелмеген болсаңыз, подписаться бөліміне кіріп, қызыл батырманы басып қоюыңызды сұраймын. Енді міне тортницамызға қоямыз, кремімізді жағамыз арасына. Осылай 3 қасықтан немесе 4 қасықтан жағып шықсаңыз өте әдемі шығады. Егер
қатты көбірек крем болғанын қаласаңыз өз қалауыңызға қарай көбірек жаға бересіздер. Айтпақшы, бұл бисквиттің бетіне ешқандай да сироп жағудың қажеті жоқ, себебі өзі өте ылғалды болып, сочный болып пісіп шығады. Сондықтан ешқандай сироп жағуыңыздың қажеті жоқ. Осылай кремдеріміздің барлығын жағып, бисквитімізді дайындап аламыз. Міне барлығына түгел жетті. Дәл осы мөлшермен істеңіздер, қыздар, сонда артылып та қалмайды, жетпей де қалмайтын болады. Осылай барлығын дайындап аламыз. Ендігі кезекте торттың сыртын қаптайтын кремді дайындаймыз. Оған жай ғана сливки қосқан жоқпын, себебі қазір осылай дайындайды. Барлығын 80% сармайды бөлме температурасында жылытып аламыз. Міндетті түрде сармай еріген болу керек, және үстінен творожный сырымызды қосып, оның үстінен сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Және кремнің үстіне ақ шоколадты да ерітіп, водяной баняда ерітуіміз керек. Ақ шоколадымызды да құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кешірім сұраймын. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін біздің креміміз формасына келеді және қатты болады. Тым қатты болып қалмайды, енді ренжімеңіздер, себебі ыстық бөлмеде дайындадым. Негізі салқында біраз тұрса, крем өте әдемі болып шығады. Соның өзінде менде өте күшті болды, дәмі де өте керемет болды. Енді мешокқа құйып аламыз. Мешок жоқ болатын болса, қасықпен жан-жағына жағып алсаңыздар болады. Мен осылай дайындап алдым торницамен бірге. Енді шпательмен тегістеп аласыз. Осы жері менде онша дұрыс түспей қалыпты. Осылай тегістеп шығамыз. Барлығының бетін, барлығын тегістеп болғаннан кейін өздеріңіз қалауларыңызға қарай бетін сәндесеңіздер болады. Мен осылай сәндедім. Бетіне ерітілген шоколадымды құйдым. Шоколадтың құрамы азғантай ғана сүтпен шоколадты араластырып суға ерітіп аласыздар. Қайнап тұрған суға, яғни осындай шыны ыдысқа салып құйып қойсаңыздар, демде еритін болады. Осылай шет-шетіне құйып шығасыздар, және өзіңіздің қалауыңызды жазу жазсаңыз да болады, немесе осылай мастикпен сәндесеңіздер де болады. Мендегі мастик дайын мастик, оны мен магазиннен алдым. Осылай гүлді қойдым, себебі анамыздың туған күні бүгін. Осылай апельсинмен сәндеп қойдым. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде сатып алып жүрмей, осылай жасап көріңіздер.